Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгін біз сіздермен мұғалімдерге арналған НКТ тест талдайтын боламыз. Оқу әдістемесі, методика, педагогика. 11-12 нұсқалар. Бірінші сұрақ. Педагогикалық шығармашылықта маңызды элемент. Сабақты талдау және бағалау. Екінші сұрақ. Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ. Сынақтан өткізу. Үшінші сұрақ. Білім беру саласындағы практик маман үнсіз қабылдайтын мінсіз қоғамның бейнесін іске асыруға бағытталған практика нысаны педагогикалық қызмет. Төртінші сұрақ. Оқу үдерісінде оқушылардың білім алуымен қатар, олардың дүниеге көзқарасы, адамгершілігі қалыптасып, ақыл-ойы дамиды. Оқытудың тәрбиелігі принципі негізінде. Бесінші сұрақ. Оқу пәндері мазмұнындағы үдерістік блок. Әрекет тәсілдері, тәрбие, оқу, үдерісті ұйымдастыру түрлері. Алтыншы сұрақ. Көпіршелер тұрғызу метафорасы бойынша оқушының дамуындағы ересек адамның рөлі. Оқудың дамуында түрлі деңгейдегі қолдауы. Жетінші сұрақ. Түрткі болу сұрағы. Кешегі сабақта қандай маңызды мәселелерге тоқталдық? Сегізінші сұрақ. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын түрткі болу сұрақ қою мысалы. Оқудағы кедергілер туралы не айтуға болады? Тоғызыншы сұрақ. Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдісі. Сендіру. Оныншы сұрақ. Мұғалімнің білім берудегі негізгі іс-әрекеті. Оқыту. 11-ші сұрақ. Ұжымның басты органы. Тәрбиеленушілер жиналысы. 12-ші сұрақ. Сындарлы оқыту теориясына сәйкес мұғалімнің сабақты ұйымдастыру ерекшелігі. Оқушының білімі мен дағдысын дамытуға басымдық береді. 13-ші сұрақ. Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын басқаға бағыттау сұрақ қою. Көмектесе алатындар бар ма? 14-ші сұрақ. Оқушының алған білімдерін кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету мақсатына негізделген оқыту теориясы. Сындарлы. 15-ші сұрақ. Тыңдаушы өзіне қарағанда сөз сөйлеушіге көбірек құлақ салып, барлық сезімдер әрекетте болатын тыңдалым түрі. Терең. 16-ші сұрақ. Бала тәрбиелеу басталады. Дүниеге келген сәтінен. 17-ші сұрақ. Білім мазмұнын жаңарту аясында білім берудің басым мақсаттарының бірі. Мектеп білім алушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту. 18-ші сұрақ. Мұғалім мен оқушылардың мақсатқа бағытталған өзара іс-әрекеті. Оқыту үдерісі. 19-ші сұрақ. Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары негізінде әзірленіп, оқу бағдарламалары арқылы айқындалады. Білім беру мазмұны. 20-ші сұрақ. Сындарлы оқыту теориясы негізделген. Оқушылардың бұрынғы алған білімдері жаңа білімдермен үйлескенде ойлауы дамиды. 21-ші сұрақ. Оқушылар жаңа білімді игеріп, өздерінің пікірін бекітіп, көзқарасын дәлелдеп шығуға көмектесетін оқыту әдісі. Дискуссия. 22-ші сұрақ. Оқытудың сөздік әдістері. Баяндау, әңгіме, лекция. 23-ші сұрақ. Оқу үдерісінде оқушыны жеке тұлға ретінде тәрбиелеу мен дамытуға бағытталған жалпы орта білім мазмұнын жүзеге асыратын құрал. Оқу пәні. 24-ші сұрақ. Білім мазмұнын анықтайтын нормативті құжаттар. Базалық оқу жоспары, оқу жоспарлары, оқу бағдарламалары, оқулықтар. 25-ші сұрақ. Оқу үдерісінде оқушылардың алған білімін одан әрі дамытып жетілдіруі. Білімді терең және тиянақты меңгеру принципі. 26-ші сұрақ. Жаңа білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сәйкес? Қолдану. 27-ші сұрақ.
Жаттап алынған білімді тексеруге арналған сұрақ. Төмен дәрежелі. 28 сұрақ. Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді. Өз жауабын түзетуге, нақтылауға. 29 сұрақ. Балалар өздерінің сеніміне, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы оқушыға бағдарланған. 30 сұрақ. Басқаларды бақылай отырып, жаңа мінез-құлық қалай қалыптасатынын білуге болады деген тұжырымға негізделген оқу тәсілі. Әлеуметтік, жағдаяттық. 31 сұрақ. Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелейтін қарапайым сұрақ. Түрткі болу. 32 сұрақ. Оқушылардың алғашқы жауабын алу үшін олардың жауабын түзетуге көмектесетін сұрақ түрі. Түрткі болу. 33 сұрақ. Выготскийдің оқу моделі негізделген жорамал. Оқушы диалог құру нәтижесінде білім алады. 34 сұрақ. Білім алушылардың дағдыларының даму дәрежесін бағалауға мүмкіндік береді. 90-дық бағалау. 35 сұрақ. Қоғам талабынан туындап, ұдайы өсіп отырады. Оқытудың мақсаты. 36 сұрақ. Жоғары деңгейде жетілген топ жаңа сападағы әлеуметтік топқа айналады. 37 сұрақ. Тұлғаны ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарға, Қазақстан Республикасындағы этностар мен этникалық топтардың мәдениеті құрметтеуге, тәрбиелеуге бағытталады. Ұлттық тәрбие. 38 сұрақ. Бұрынғы материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатында қойылатын қарапайым сұрақ. Түрткі болу. 39 сұрақ. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін сұрақ қою түрі. Сынақтан өткізу. 40 сұрақ. Жинақтау, бағалау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ. Жоғары дәрежелі. 41 сұрақ. Балалардың қабілеті жетіп тұрса да, кеңес берілмеген жағдайда тәсілдерді пайдаланбауы. Өнімділік тапшылығы. 42 сұрақ. Келтірілген мысалдардың ішіне сұрақ қоюдың басқаға бағыттау тәсілі. Ойды кім толықтыра алады? 43 сұрақ. Білім алушыларды алға қарай жылжуға, жақсы нәтижеге жетуге ынталандырады. Мұғалімнің тұрақты түрде кері байланыс жасауы. 44 сұрақ. Оқытудың көрнекілік әдістері. Демонстрация, иллюстрация, бейне. 45 сұрақ. Оқушылардың білім алудағы мақсатқа, күткен нәтижелерге жету жолдары. Оқыту әдістері. 46 сұрақ. Білім беру мазмұнын негіздеу ұстанымдары. Ізгілендіру, гуманитарландыру, этнопедагогикаландыру. НКТ тест талдауы сіздерге пайдалы болған болса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.